Сәлем бәріне, бүгін 10-шы сыныптың есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп бізге 12-де бірінші есепте 2-ге ұмтылғандағы мәнін табу керек. Ол үшін бізге x-тің орнына 2-ні қоя саламыз. Сонда шығады 8. Келесі, мұнда бізде -1-ді сұрап тұр. -1-дің кубы ол бәрібір де -1 болады. Сол себеп -1 жаза салайын. -3 көбейтілген -1 тең болады. -4 жаза салайын жерге. -4 -3. Бұл бізде -7 болады. Келесі, мұнда бізде мына формуланы қоямыз. Әдейі қысқаша көбейту формуласын әдейі жазып қойдым. Осы формулаға қарасаңдар болады. Яғни 9 бізде 3-тің квадраты. Сонда біз x минус 3, x плюс 3. x плюс 3. Енді мына жерде қысқартамыз. Сонда x минус 3 болады. Енді бізде берілгенде сұрап тұрған мәнді қоямыз. Мысалы, бұл жерде -3-ті сұрап тұр екен. Сонда -3 минус 3 болса, -6 болады. Бұндай алымдарды түсінбей жатсаңдар, былай түсінуге болады. Егер де сенің -3 қарызың болса, оған тағы да 3 қарыз қосылса, сенде -6 қарыз болады. Келесі, мұнда алымында формула қоймаймыз бірінші, бөлімінде қоямыз. x минус 2, x плюс 2. Қысқаратынды қысқартамыз. Сонда енді орнына бізге 2-ні қою керек деп тұр. 2 плюс 2, сонда 4-тен 1 шығады. Келесі, 12-де екінші есепте дәл солайынан, бірақ -2 мен -0,15 сандарын қою керек біз. Сонда 4 көбейту -2 -5. Сонда бізде шығады -2-ге 4-ті көбейткен кезде -8, -8 қарызға тағы да 5 қарызды қоссақ, онда бізде шығады -13. Келесі, мұнда 4 көбейту -0,15 -5. -2 азайтылған 5 шығады бізде -7. Келесі, мұнда 5 көбейтілген -2. Мұнда -2 көбейтілген 5 бізде -10 шығады. Үйтіп жазып қоя салайын сендерге түсінікті болу үшін. Сенде 10 қарыз болса, тағы да оған 2 қарыз болса, сен онда 12 қарыз боласың сенде. Келесі, мұнда 5 көбейтілген -0,15 -2 болатын болса, онда 5-ті -0,15-ке көбейткен кезде -2,15 -2 жауабы -4-тен 5 болады. Келесі, 12-де үшінші есеп. Бізге бұл жерде x 0 нүктесіндегі үзіліссіздігін анықтау үшін бізге графикті сызу керек. Енді сызайық. Ең бірінші бізге осылайынан жазып алу керек. y-тен x деп, сосын x үлкен немесе тең 0. Сонымен қатар мына жерде y-тен x плюс 1 және де x кішкентай 0-ден. Енді бізге график сызу керек болғандықтан, біз бірінші таблица сызамыз. Осы координаттаны сызып алайық. Бізде x үлкен немесе тең 0-ға деп тұр. Сол себепті біз бірінші 0-дан 0-ға тең немесе 0-дан үлкен сандарды жазуымыз керек. Сонда 0-ды қойсақ, x-ке 0-ды қойсақ, y бізде 0 болады. 1-ді қойсақ, y 1-ге тең болады. 2-ні берсек, y 2-ге тең болады. 3-ті берсек, y 3-ге тең болады. Ал мынау координатада бізде керісінше басқаша болады. Мына жерде бізде x кішкентай 0-дан деп тұр. Сонда біз 0-ды жазайық, жарайды. 0-ға 1-ді қоссақ 1 болады.
Енді 2-ні береміз. Бұл жерде кішкентай деп тұрғандықтан бізге минус 2-ні беру керек. Минус 2 плюс 1 болса, минус 1 болады. Минус 3 болса, минус неше болады? Минус 2 болады. Мен мына жерде минус 1-ді беруге ұмытып кеттім. Минус 1-ді берсек, минус 1 плюс 1 болса, онда бізде 0 болады. Мен сияқты қателеспей 0-ді, сосын минус 1-ді жазу керек. Міне мен координата сызып алдым, яғни график. Енді нөмірлейін. Енді бізге 0-ді берсек, 0 болады. Мұнда бізде қатаң емес болғандықтан біз бояймыз. 1-ді берсек 1, 2-ні берсек 2, мына жерде 3-ті берсек 3 болады. Енді мынау таблицаға қарайық. Бұл жерде бізде қатаң деп тұр. Сол себепті біз боямаймыз. Енді 0-ді берсек 1 болады. Минус 1-ді берсек 0 болады. Минус 2-ні берсек минус 1 болады. Минус 3-ті берсек минус 2 болады. Енді осыны сызайын. Міне осы түзу керек. Карандашпен сызғандарың дұрыс болады негізінде. Мына боялмайды. Боялып тұрған сәтті болуы мүмкін, бірақ мына боялмайды, себебі бізде қатаң мынау. Яғни боялмайды деген осылай, боялады деген осылай. Енді біз қарасақ, 0-ден 2 координата арақашықтығы ашық, яғни бөлініп тұр. Сонда бұл бізде үзілісті, яғни жауабын жазайын. Үзілісті, яғни үзіліссіз болмайды. Бізде берілгенде сұрап тұр, үзіліссіздігін анықтаңдар деп тұр. Сонда жауабына үзіліссіз болмайды деп жазуға болады. Бұл функция бізде үзілісті функция, яғни үзіліссіз болмайды. Келесі біз әні шығарамыз. Әні шығару үшін дәл солайынан жазып алайық берілген. X үлкен немесе тең 0-ға, X кішкентай 0-ден X0 тең. Дәл солайынан функцияны үзілісті ма, үзіліссіз бе соны табу үшін бізге бірінші таблица сызу керек, яғни кесте. Ең бірінші бізде мына функцияны қараймыз. X плюс 1 деген. Ол жерде бізде 0-дан үлкен немесе үлкен немесе тең деп тұр. Сонда біз 0-ді бере аламыз. Онда 1 болады. 1-ді бере аламыз. Онда бізде 2 болады. 2-ні бере аламыз. 3 болады. 3-ті бере аламыз. Онда 3-ті плюс 1 болса, онда 4 болады. Енді келесі мына функцияны қарайық. Келесі минус x дегенді қараймыз. Бұл жерде бізде x 0-дан кіші болғандықтан 0 жазамыз. 0 болады. Минус 1-ді беруіміз керек, себебі мына функция кішкентай 0-дан. Сонда мына жерде минус тұр ғой, мына жерде тоже минус 1. Сонда минус көбейту минус бізде 1 плюс 1 болады. Минус 2 плюс 2 болады. Минус 3 плюс 3 болады. Плюс 3 болады. X ол координатасы, Y координатасы. Міне мен сызып қойдым. Енді 0-ді берсек бізде 1 болады деп тұр. 0, 1. Бұл жерде бізде боялады, яғни қатаң емес. 1-ді берсек 2 болады. 2-ні берсек 3 болады. 3-ті берсек 4 болады. Міне біз осы координатаны сыздық. Енді мына функцияны сызайық. 0-ді берсек 0 болады. Бұл жерде боямаймыз. Минус 1-ді берсек 1 болады. Минус 2-ні берсек минус 2 болады. Ойбай, мына жерде плюс 2 ғой. Минус 3-ті берсек плюс 3 болады. Енді біз қосамыз. Мұнда дәл солайынан арақашықтығын қарасаңдар, 0-дің арасында орын бар. Яғни
секіріс тұр, секіріс деп айтсақ болады. Сол себепті бұл бізде функция үзілісті. Берілгеніне жүгінсек, бұл жерде бізде функцияның үзіліссіздігін анықтаңдар деп тұр. Сол себепті біз бұл функция үзіліссіз болмайды деп жазамыз, яғни үзілісті функция деп жазайық. Міне жауабын жазып қойдым, түсінікті болды деп ойлаймын. Ал балалар, мен есептерді шығардым. Егер сендерге түсінікті болса, онда комментарияға жазып кеттіңдер, және де лайк басып кеттіңдер. Егер де түсінбей жатырсаңдар, онда тоже комментария жазыңдар. Бірақ түсінікті түрде жазсаңдар, мен міндетті түрде жауап беремін.